Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше күн. Себебі бүгін біз қазақ тіл апталығына орай сіздің қазақшаңыз қалай атты сұрақ-жауап ұйымдастыратын боламыз. Шарт бойынша көнерген сөздердің анықтамалары сұралатын болады. Еске сала кетейік, көнерген сөздер тұрмыс тіршілікте көп қолданылмайтын, алайда сөздік қорда сақталған сөздер. Қазір біз қоңырау уақытын пайдаланып, мұғалімдер мен оқушылардан көнерген сөздердің мағынасын сұрайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сәлем балалар, сендерге сұрақ қойсам бола ма? Иә. Шайыр дегеніміз не? Ендеше естерінде болсын. Шайыр дегеніміз халық ақыны. Сәлем қыздар, сендерге сұрақ қойсам бола ма? Иә. Саба дегеніміз не? Білмеймін. Қымыз құятыныңыз ба? Иә, дұрыс. Балалар, сендерге сұрақ қойсам бола ма? Иә. Иә. Піспек дегеніміз не? Білмеймін. Сүт өнімдерін пісіретін құрал ма? Дұрыс. Күпі дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Білмейміз. Білмеймін. Онда естерінде болсын. Күпі дегеніміз ертедегі сырт киім. Саламатсыз апай, сізге сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойыңыз. Қорамсап дегеніміз не? Қорамсап дегеніміз ерте кездегі соғыс бұйымы ма? Иә, дұрыс.